Баршаңызға қайырлы күн, ханымдарым. Бүгін мен сіздерге үй жағдайында бірақ маскамен бетімізді ағарту жолын көрсететін боламын. Қазіргі таңда күннің сәулесінен бетімізге көптеген дақтар түсіп, әжімдер, сепкілдер пайда болады күннің сәулесінен. Сондықтан сіздер беттеріңізге міндетті түрде жаз қыс уақыттарында SPF крем жағып жүріңіздер. Ал мен қазір сіздерге үй жағдайында керемет маска дайындап көрсетемін. Мен бұны күнделікті қолданамын. бір шай қасық ашытқы саламыз, және де оның үстіне бір шай қасық қаймағымызды салып жақсылап араластырамыз. Беттеріңіз құрғақ болса, витамин Е-ні қосыңыздар. Беттеріңіз майлы болса, лимон шырынын қоссаңыздар болады. Енді жақсылап бір араластырып аламыз. Осы витамин Е-нің аптекада шиша түрін таппасаңыздар, кез келген капсула түрі жарай береді. Міне мендегі осындай. Енді 10 тамшы тамызып аламыз, және де жуылған таза бетімізге 20 минутқа жағамыз, 20 минутқа қалдырамыз. Сонан соң барып артынан жылы сумен жуып тастаңыздар. Аптасына 3 рет қолданыңыздар. Мен бұны күндізгі уақыт қолданамын, немесе жатар уақытта беттеріңізге жағып, сонан соң барып жылы сумен жуып тастасаңыздар да болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, нәтижесімен бөлісіңіздер. Мен сіздерге нәтижесін көргеннен кейін бөлісіп отырмын. Келесі видеомда кездескенше сау болыңыздар.